Ешші қадірменді театр сүйер, өнер сүйер ағайын, бүгін біздің үлкен қара шаңырақта керемет театр мерекесі деп бас салды деп есептеуімізге болады. Сонау Атыраудан Махамбет Өтемісов атындағы Атырау облыстық академиялық драма театры Алатауға, Алматыға өздерінің гастрольдік сапарларымен келіп жатыр. Сондықтан қадамдары құтты болсын, қош келдікті бір қошемет білдіріп. Бүгінгі гастрольдік сапардың жолы бөлек, себебі осы жыл басталғалы қаңтар айында біздің Қазақстан Республикасы үкіметінің өкімімен Атырау облыстық театрына қаулысымен мынау біздің Қазақстан театрлар ассоциациясының президенті Жанбасан Әлаға осы кісінің қолдауымен әрине академиялық статус берілді. Театр биыл 80-нің сеңгіріне келіп жатыр. Сондықтан 80-ге келген театр осы үлкен қара шаңыраққа өзінің есебін беріп жатыр. Мен рұқсат болса, осы театрға өзінің ақ жолтай, ақ тілегін айтсын деген ниетпен театрымыздың көркемдік жетекшісі, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімовке беріп келдім. Жауапкершілік мол. Өнер әр уақытта сіздердікі. Әр уақытта біз сіздер үшін жұмыс істейміз. Халық риза болса, біз риза. Қай уақытта болмасын, зал толы көрермен болып отқанда, біздің өнер қауымы, әртістер, шығармашылық қауым риза болып жатады. Сіздердің қол шапалақтарыңыздан жоғары баға жоқ мемлекетімізде. Бүгін енді мынау Атырау театры ескі, көне, үлкен театр. Облыстарымыздың ішінде екі театр, академиялық театр, Шымкент, Атырау. Өз театр. Биылғы жылы алып, бағасын беріп, бұлардан үлкен әртістер, үлкен өнер майталмандары шыққан, соны сыйлап, өкіметіміз осындай үлкен атақ берді. Оған біз қуаныштымыз. Оны мынау 50-ден аса 57 театр Қазақстанда. Сол театрдың бәрін біліп тұру үшін біз командировкаға шығып тұрамыз, кейбіреуін осында алдырып көріп тұрамыз. Содан кейін жылдық баға, сахнагер деген үлкен баға, соның бәрін қорытындай келіп, бәріне баға береміз. Биыл соны жинап баға бердік. 16 театрға, 16 театрдың қайраткеріне 1 миллионнан сыйлық бердік. 16-сына жарты миллионнан, ары қарай үміттеген жастарға тағы өзінің сыйлығын беріп жатыр. Бұл ақша іштеге тұрмайды, бүгін бір күн жұмсап жүреді. Бірақ атағы, абыройы керек. Бұл әртіс қауымы деген өте ақкөңіл, таза қауым. Осыны үлкен дәрежеде алатта, соған лайықты сахнада өзінің жауабын, өзінің еңбегімен төлеп жатады. Сондықтан біз осы өзім сол қауымның бір мүшесімін. Сондықтан осы қауымға мен ризамын. Осылардың бізге деген рахаты, көңіл күйі, айтқан рахметі, біз соған марапаттанып, соған рахаттанып, соларға рахмет айтып, өнерлерің өссін, өсіңдер, өркендеңдер. Ол іштеге болмайды, атағы сендерді бағалағаны халықтың деп солай түсіндіріп атамыз. Енді бүгін сахнада баяғыда өзім ойнап жүргенде айтушым осы. Сахнаның алдында осы көп сөйлеп, әртістер өзі былай неге дайындалып тұрған тұлпарлар ғой, жарысқа. Соны кішкене жаңағы несін кемітіп алмайық деп, аз сөйлеу соларға жағдай жасауымыз керек. Сондықтан бүгін келген театрға жолдарыңыз болсын, ақ жол. Әр уақытта
өнердің алдында болдыңдар. Сендер академиялық театрсыңдар. Келгендер құтты болсын. Осы Атырау театрының академиялық статусы алуы, мен ойлаймын, біздің республикамыздың түкпір-түкпіріндегі театрлардың барлығына бір шығармашылық импульс берді. Ең бастысы, осы театр ұжымы өнерде провинция деген ұғымның болмайтындығын дәлелдеді. Сондықтан осында Атырау өңірінен түлеп шыққан азаматтар отыр, азаматшалар отыр. Біздің Қазақстанның рухани кеңістігінде олардың әрбірінің іздері бар. Сіздерге де құтты болсын. Жерлестеріміздің келіп жатқан бүгінгі өнер шашуы, театр шашуы. Енді Атырауда осы театрдың көркемдік жетекшісі өмірден өкінішке қарай ерте кетті. Рахымжан Отарбаев бірнеше жыл көркемдік жетекшілік жасады. Жалпы Атырау соңғы жылдары нағыз театр орталығына айналып келе жатыр. Сондықтан рұқсат болса, осы делегацияны бастап келген Атырау облыстық мәдениет басқармасының бастығы Саламат Сабыр мырзаға бергіміз келеді. Қайырлы кеш, қадірлі көрермендер. Бүгін толқыны жағасымен алысқан Ақжайықтың жағасында орналасқан мына қара шаңырақ Махамбет атындағы академиялық театрдың дәстүрлі сапарын сіздерге ұсынып отырмыз. Соны ұсынуға келіп отырмыз. Оған мүмкіндік жасаған ұлы өнерді өрге сүйреуге, өркендетуге арналған болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы арқылы елбасының үлкен саясатымен істелген жобаны жүзеге асыру мақсатында өңірде үлкен қолдау жасап отырған Нұрлан Асқар Ноғаевтың тапсырмасымен келіп отырмыз. Біздің ұжымның қарым қабілетімен, өнерімен, өресімен қойылатын дүниелер көріңіздер. Шамаларыңыз келсе, ұнап жатса қол соғыңыздар. Жақсы көріп, тамсанып қайтыңыздар деп тілеймін. Рахмет сіздерге. Келесі бір-екі ауыз ақсақалды құттықтауын Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Сәбит Оразбаев. Құрметті көрермендер, Қылышақ Батыр бабамыздың атындағы қасиетті театр кетті. Кешегі Рахымжанның басқарған театр кетті. Рахымжан деген ұлы адам еді. Соның кез келген сөзі дүние жүзіне керек философ сияқты. Айтады, достығымыз, өтірік достығымыз жарасып жүріп, шындық араласып кеткенде ажырасып кеттік деген бір-ақ ауыз сөзі бар. Сондай керемет сөз. Арқаның қызыл изені басы күрдек түбарал, қыдырып шалап аруана дейді. Еліңде қарияң болмаса, жастарың болар дивана дейді. Бір сынаған адамды екінші қайтып сынама. Тіршілікте сыйласпаған ағайын, құм құйылсын көзіңе деп бабамыздың айтып кеткен ұлы сөзін француздар біз аудара алмадық осындай ақынды деді. Осындай ақын бізде француздарда болатын болса, ол дүние жүзіне керемет таңғалар еді деп сөйледі. Баяғыда біз Олжас басқарып тұрғанда сонда сол кісінің тойы болды, сондағы айтылған сөзі. Енді міне қазіргі мына біздің ассоциациямыздың жасап атқан тамаша тірлігі. Бұл өзі тікелей президенттің мақаласына жауап беру, арылу, тазалану, жаңа жолға түсу, жаңа образдар жасау деп. Ал енді бұл театрға жас академик театры, жас академиктер, үлкен академиктерге қарағанда өте күшті болады ғой. Сондықтан бұларға сәт сапар тілейміз. Көріңіздер сөз қадірін. Бүгінгі спектакльдің өзі де ерекше спектакль. Осы Алматыға әтейі арнап қойылғандай болып келіп отыр. Қадамдары құтты болсын, жастары атақты болсын, үлкендері үлкен табыстарға жетіп дендері сау болсын. Бұл ел Атырау елі, Атырау жұрты, қазір Атырау облысының на самом деле әкімінің үлкен қамқорлығының арқасында бір жылда 5 фестиваль өткізді отыр. Соның бірнешеуіне қатыстық. Өнер меккесіне айналды.
академиялық ұжым деген атақ алды. Енді не керек, орысша творить. Берік Жаменов театрдың директоры биылғы сахнагер ұлттық театр сыйлығын жыл менеджер аталымы бойынша жеңіп алды. Сонымен бірге залда театрдың бас режиссері Мұқанғали Томанов отыр. Бүгінгі шымылдық ашылғалы тұрған гастрольдің алғашқы қойылымы Сүйінбай, драмалық дастаны залда туындының авторы, мемлекеттік сыйлықтың иегері, белгілі ақын драматург Иранғайып отыр. Ал енді осымен салтанатты түрде ашық деп жариялаймыз.